Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы нөмірі 11 мектеп лицейінің география пәні мұғалімі Вельпасинова Роза Мырзашқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. Сабақтың мақсаты табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттарын анықтау. Бүгінгі сабақта табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттарын білесіздер. Табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстарды әзірлеуді үйренесіздер. Оқушылар, орман не себепті жер шарының өкпесі деп аталады? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Ауаның таза болуындағы ормандардың маңызы өте зор. Адам әр кезде табиғатпен тығыз байланыста өмір сүреді, табиғат байлықтарын пайдаланады және табиғатқа әсерін тигізеді. Адамның табиғатқа тигізетін әсерінің зиянды салдарлары болуы мүмкін. Мемлекет әрқашан табиғи ортаны зиянды әрекеттерден қорғау үшін белгілі бір құқықтық ережелер шығарады. Табиғи ортаны адамның зиянды әрекеттерінен қорғауға бағытталған ережелер жиынтығын экологиялық құқық деп аталады. 2002 жылы Йоханнесбургте тұрақты даму жөнінде өткізілген бүкіләлемдік саммитте бүгінгі күні биологиялық әртүрлілік жылдам қарқынмен азайып бара жатқандығы айтылды. 1992 жылы маусымда Рио-де-Жанейро қаласында өткен қоршаған орта және оны дамыту жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының конференциясында декларация қабылданды. Белгілі америкалық эколог ғалым Камонер экологияның негізгі заңдарын былайша түсіндіреді. Барлығы бір-бірімен байланысты. Бұл табиғаттағы біртұтастық заңдылығынан негізделеді. Барлығы әйтеуір бір жаққа кетуі керек. Бұл заңдылық биосфераның сақталуы үшін зат айналымының қажеттілігін түсіндіреді. Табиғат ненің жақсы екенін біледі. Бұл заңдылық табиғатқа жақын болуды, алайда табиғаттағы жүйелердің тұтастығын сақтауды талап етеді. Еш нәрсе тегін берілмейді. Әрбір жаңа жетістік бұрынғы құндылықтарының орын алмастыратындығын ескертеді. Оқушылар, өздеріңіз тұратын аймақта табиғаттың тепе-теңдігін бұзбау үшін қандай қағидаттарды сақтау керек? Өз ойыңызды нақты мысалдармен дәлелдеп, сыныптастарыңызбен талдаңыздар. Қазақстан Республикасы Конституциясының 31 бабына негізделіп жасалынған ережелер қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаттары болып саналады. Қолайлы қоршаған орта және тұрақты даму жағдайында адам құқығының басымдылығы қағидаты. Мемлекеттің табиғи ресурстарды пайдалануға егемендік қағидаты. Әрбір адамның қоршаған ортаны қорғау ісіне қатысу қағидаты. Қоршаған ортаны қорғаудағы жауапкершілік қағидаты. Табиғи ортаны пайдаланудағы басымдылық қағидаты. Қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де зиянды әсер етудің алдын алу қағидаты. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы тығыз халықаралық ынтымақтастық қағидаты. Қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша халықтың хабардар болу қағидаты. Оқушылар, мәтінді пайдалана отырып, концептуалды карта құрастырып көрейік. Назарларыңызға концептуалды картаның бір үлгісін ұсынып отырмын. Егер сіздердің жауаптарыңыз осы үлгімен сәйкес келсе, табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттарын жақсы түсінгендеріңіз.